Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы Президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясының Казсайенс подкастын бастаймыз. Сіздермен бірге Қанат Ерғожаұлы. Қазіргі таңда ғылымның қоғам арасында маңызды рөл атқарады. Ғылымның дамуы, қоғамның дамуы, мемлекеттің дамуының негізгі көрсеткіштерінің бірі. Дегенмен де адамзат баласы осы ғылымның маңыздылығын көбісі түсіне білмейді. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан Республикасы Президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясының вице-президенті Асқар Серікұлы Жұмалдаев ағайымыз. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Аға, осы ғылым дегеніміз не, сол туралы толықтай түсінік айтып бересіз бе? Мен Абай деген кісіні не үшін құрметтеймін? Бірнеше себеп бар. Ең алғашқы себебі ғылымның не екен Абай Құнанбаев өте дәл, өте анық айтып кеткен. Әсіресе қазақтың менталитеті үшін одан жақсы ғылымның анықтамасын берген мен адамды білмеймін. Абай айтады, ғылым деген немене дейді? Дүниеде өзі, байда өзі дейді. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге ғашық бол дейді. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, одан қайғы жесеңіз. Талап еңбектерің ой, қанағат рақым ойлап қой. 5 асыл көнсеңіз. Осындағы талап еңбектерің ойды алып қараңыз. Бұл ғылым деген сөздің баламасы. Өйткені ғылым дегеніңіз еңбектен шығады, терең ойдан шығады. Абай тағы да айтады, ғалым болмай немене балалықты қисаңыз дейді. Абайдың формуласы өте оңай. Сен босқа әңгіме айта берме, босқа уақытыңды құрта берме, босқа далақтай берме. Нақты бірдеңемен шұғылдан деп Абай айтып отыр ғой. Мінекей ғылым дегеніңіз осы. Бұл әңгімені баяғыда басқа да мықтылар айтқан. Мысалы, көне Грекияда мысалы, Пифагор деген кісі бір таудың етегінде жүрген. Ол таудың аты Академия деп аталады. Академия деген біздің Күлтөбе деген сияқты. Көктөбе деген сияқты бір той төбенің аты ғой. Сонда айналасында өзінің оқушыларымен жүреді, әңгіме дүкен құрады. Ол көздің түсінігі бойынша дүниені 5 тылсым басқарады. От, су, жел, жер, күн деген сияқты. Соның құпиясын білу керек. Керемет аға. Содан академия деген сөз шығады. Академия деген не? Демек, ғылымға көңіл бөлген. Ғылыммен айналысқысы келетін адамдардың жиыны деген сөз. Алайда бірінші академияны құрған ислам елінде. Мысалы, ислам діні 6-7 ғасырда шықты. Олар алғашында бүкіл дүниені заулап бағындырды ғой. Сонда алғашқы имамдар өте парасатты, данагөй болған. Олар өзінің басып алған жерлерінің мәдениеті жоғары екендігін байқаған, білімнің жоғары екендігін байқаған. Бұлар үй салады, бұлар су құбырын салады, өнерге, ғылымға, білімге көңіл бөледі. Бізде мыналар асып тұр ғой деп өте дәл диагноз қояттағы дұрыс қорытынды шығарады. Олар үйлерді қиратпайды. Керісінше, ішіндегі басып алған жерлердің ішіндегі ең мықты, ең ақылды, ең басы істейтін адамдар жинап, солардың ғылымын үйренуге тырысады. Бағдатта 3-ші халиф даналар үйі деген мекеме құрған. Сол кезде халифтікке 2 адам таласады, біреу ағасы, біреу інісі. Ағасы Харун Рашид. Інісінің психологиясы былай болады. Ең мұсылман дегенің найзаны жақсы ұстайтын, қылыштарды жақсы білетін, соғысуды жақсы білетін адам дейді. Күші мықты. Ағасының идеясы білікте болады. Білектің күші, найзаның ұшы ол мықты, керек.
бірақ ақылдың күші одан да зор. Бізге ақылдың күшін білетін адам керек. Мінекей ақылды құрметтейтін тірлік қылуымыз керек деп сондай сайлауға шығады. Ол кезде сайлау деп атайық. Сонда ағасы жеңеді. Сөйтті ағасының бірінші еңбегі даналар үйін құрады. Даналар үйі деген, даналық үйі дегенің академия деген сөздің баламасы. Ал енді сіз былай деп сұрақты беріңіз. Бірінші академиктер кім? Қайдан келді деп? Мінекей айтайын сізге. Бірінші академик Мұхаммед ибн Мұса әл-Хорезми. Ол біздің Арал теңізінің бойында Хорезм деген шаһарда туған, бүгін Өзбекстан қарайды. Тағы кімдерді білесің академиктерден? Мінекей сенің көрермендеріңе сұрақ. Кім соның жауабын береді, толық спискісін береді, ғылым академиясына айналып сыйлық береді. Жақсы, қабылданды. Екінші академикті айтайын. Әбу Насыр әл-Фараби. Бұл отырада туған. Шәуілдердің маңайында. Оның ұлты жөнінде әңгіме ол бос әңгіме. Оның ұлты аты ұзақ, бірақ бір жерінде Әт-Түрки деген сөз бар. Соған қарап мүмкін түркшаға деген ой келеді. Тағы бір Тархан деген сөз бар. Тархан деген бүгінгі тілмен айтсаңыз, полковник, генерал деген мағынаны білдіреді. Демек бұның аталары әскери адам болған адамдар. Ал Әл-Фараби кейін Бағдатқа даналық үйіне барып, сонда жұмыс істейді. Сіз сұрақты былай қойыңыз. Әл-Фараби не үшін зарплата алады деп? Не үшін айлық алады деп? Не үшін айлық алады? Жауап. Имамдар айтады, халиф айтады. Мұны Аристотель деген кісі бар екен дейді Грекияда. Өзі мықты ғұлама сияқты. Кітаптары көп екен. Сен бізге осыны мұсылманға түсіндіріп бер дейді. Мінекей, Әл-Хорезмидің зарплата алу себебі. Сонда Әл-Фараби тілді білет, бүкіл Аристотель аударады. Тек қана аударып қоймайды. Артына комментарий жазады. Түсініктеме жазады. Бірақ даналықтың шыңы деңіз, сол. Бұның ана комментарийдің өзі жаңа ғылым болып шығады. Мінекей ғылымның қайдан шығатыны. Ұқтың ба? Сонда Аристотельдің еңбектеріне жазылған комментарий үшін Әл-Фараби екінші ұстаз деген атақ алады. Бірінші ұстаз кім? Сұрақ сенің оқырмандарыңа, көрермендеріңе, айт жауабын бер. Екінші ұстаз Әл-Фараби. Сонда Әл-Фараби мынандай кітап жазады. Даналар тұратын қала, және надандар тұратын қала дейді. Қала деген Әл-Фарабидің түсінігі бойынша мемлекет деген сөз. Мемлекетті қалай құрамыз, оны қалай басқарамыз, онда қандай адамдар өмір сүреді? Оған неменеге назар аудару керек? Істің парқын біле ме, білмей ме дейтін сұрақтарды қарастырады. Сонда Әл-Фараби бүкіл адам айналысатын кәсіптің бәрін зерттейді. Егіншілік бар, малшылық бар, балықшылық бар, ән айту бар, сөз сөйлеу бар, толып жатыр. Дәрігерлік бар. Сол кәсіптің ішіндегі ең мықтысы қайсысы? Әл-Фараби айтады, адам айналысатын кәсіптің төресі ғылым дейді. Ғылым. Сөйтті ғылымның түріне классификация береді. Сөйтті айтады, мұнау дана елде, ақылды елде, болатын елде тұратын адамдар ғылыммен шұғылданады дейді. Олардың басшысы ғылымдардың сөзін тыңдайды дейді. Ал адамдар тұратын жерде не істейді? Бос сөзге, бос тірлікке, өсекке, бітпейтін тауға. Мінекей, Әл-Фарабидің сөзі. Аныңыз ба? Адам айналысатын кәсіптің көкесінің көкесі ғылым. Сөйтті 5 ғылымның классификациясын айтады. Бірінші, тіл. Екіншісі, логика. Үшіншісі, математика дейді. Төртінші, құдіретті ғылым дейді. Физиканы айтады. Құдіреттен түскен ғылым дейді. Ал сіз айтасыз, адам айналысатын кәсіп көп қой.
мысалы юриспруденция, иә, мысалы музыка, мысалы толып жатыр басқа да. басқа да көп қой. Олар қайда кетеді? Шынымен де олар қайда кетеді? Мінекей сізге айтайын. Олар математиканың бөлігі дейді. Әл-Фараби айтады, мен айтпай, Әл-Фараби айтады. Мысалы музыка математиканың бөлігі дейді. Математика арифметикадан, геометриядан, алгебрадан, алгебра кейін шығады енді Әл-Хорезмиден кейін. Бірақ соны біледі ол да. Сонымен қатар музыкадан құралады дейді. Музыканы математиканың бөлігі деп қарайды. Әл-Фараби айтады. Неге деңіз? Мінекей тағы да бір сұрақ сіздің оқырманыңызға айтсын. Неге музыканы Әл-Фараби математиканың бөлігі деп айтады? Құрметті көрермендер, комментарийға жазып кетіңіздер. Мінекей осындай ислам әлемінде дамыған ғылым өте жоғарғы дәрежеге жетеді негізінде. Ойлап қарасаңыз, жалпы тарихқа қарасаңыз, тарих қызық қой. Ғылыми бірінші еңбектер көне Египетте шығады, көне Грецияда шығады, көне Индияда шығады. Мысалы, цифр деген не? Цифр деген не? Индиядан шыққан сөз. Мысалы, арифметика деген не? Грекияда шыққан сөз. Ал көне папирустарды қарайтын болсаңыз, 10 мың жылғы бірдеме, көне Египеттен мына жердің көлемі, ауданы, судың ағуы сол туралы есептер жазылады. Содан кейін барып ғылым ислам әлеміне ауысады, араб тіліне ауысады. Мысалы, медицина арабтың сөзі. Мысалы, алгебра, әлжебр уәл мұқабала, ол да арабтың сөзі. Көрдіңіз ба? Алгоритм, Әл-Хорезмидің аты. Мінекей, осындай бүкіл ғылымның негізі орта ғасырлық ислам әлемінде жасалады. Ең соңғы мұсылман әлемінің ғалымы Ұлықбек, Самарқанда отырған. Самарқанда обсерватория салған. Бір қызығы. Обсерватория салады, бірақ телескоп жоқ. Телескопты ойлап таққан кім? Мінекей тағы да сұрақ, төртінші сұрақ сенің оқырманыңа. Телескопты кім ойлап тапты бірінші? Ал Ұлықбек телескопты білмейді. Бірақ аспандағы жұлдыздарды қарап, 2000 жұлдыздың координасын табады. Қалай табады соның барлығын? Бесінші сұрақ. Осы жерде мен тағы да бір әңгіме айтайын. Тангенс деген. Ұлықбек тригонометрияны жақсы білген. Тангенс дейді. Бірақ ол тангенстегі сөзді қолданбайды. Көлеңке деген сөзді қолданады. Көлеңке деген не? Мысалы алайық. Мына таяқ тұр. Ана күн. Мінекей. Бүйтіп қойдым. Мына жерде не шықты? Бұрыш шықты. Көлеңке шықты. Тангенстегі көлеңке. Ана бұрыштың көлеңкесі. Көлеңкесі. Болды. Білдің бе? Шындығына келген ананың ұзындығы бір болса, тангенстегі ананың бұрыш болатын болса, ана отырған күн болса, сол мына бүйтіп түседі ғой. Сол ананың ұзындығы тангенс болады. Білдің бе? Неге қандай? Сонда тангенс дегеніміз көлеңке. Тангенс дегеніміз көлеңке. Әл-Фараби сөйтіп айтады. Ұлықбек сөйтіп айтады. Әл-Фараби сөйтіп айтады. Білдің бе? Сөйтеді дағы Ұлықбек бүкіл жұлдыздардың 400 ба, 2000 ба сондай жұлдыздардың координасын есептеп береді. Есептегенде телескопты білмейді бұл. Көрмеген телескопты. Бірақ бұл тангенс жақсы біледі. Соңғыра есептейді. Түсіндің бе? Қандай даналық. 16 ғасырда Голландия кітап шығады. Әлемдегі 10 мықты ғалым деген. Соның біреуі Ұлықбек. Оның атын былай деп қойған. Түрк, татар деп қойған. Неге оны мықты деп айтады? Мінекей, сіздің оқырманыңызға алтыншы сұрақ. Неге Ұлықбек, несімен Ұлықбек мықты? Не бітірді соншама? Anladınız mı? Ал енді осы Ұлықбектің өмірі қалай аяқталады? Ғалымдардың ішінде ғылымға деген фанатиктерді айта аласыз ба? Бар. Бірақ олардың арасында ең бір осы жақсы бір жетістікке жетті, я болмаса бір бақытты болды дейтін мен фанатикті білмеймін. Мен математикадан айтайын. Бір екеуін білемін. Математикада алгебра, геометрия дейтін сала бар. Бұл енді ең мықты, ең қазір соңғы көздегі Филдс премиясында сұмдық премияны алып жүрген сала осы. Ең мықты проблемалар осында шығады. Өкінішке орай біз ол дамымаған. Қазақстанда оны оқыған адам жоқ.
оны білмейді. Егер сіз мынау Филд сыйлығын алғандарды қарасаңыз, соның бір 80% алгебралық геометриядан. Осында бізде де 2-3 бала болған. Бірақ екеуі тастап кетті. Ғылым қиын. Медицина кетті, сөйтіп жоғалып кетті. Біреуі өкінішке орай ауырып қалды. Сонымен өмірі өтті. Ондайлар бар. Мына ғылыми фанатиктердің пайдасын айтайын. Мысалы, біреу бір ғылым жасайым дейді, бір проблема шығарам дейді. Бірақ ол өте қиын проблема, оны сен шығара алмауы мүмкін. Сен бүкіл ғұмырыңды арнауы мүмкін. Егер сен қаза тапсаң, ешкімге сен зияның болмайды. Бір адам кетті. Бір ғұлама оғланы кетті дейді, болды. Яғни ғылыми фанаттан ешқандай қауіп көрмеймін. Өйткені бір проблеманың бойында, бір ғылымның бойында соны қуалай жүре береді. Осыны шығатын сияқты көрінеді. Бірақ ғылым дейтін нәрсенің бір кемшілігі бар. Ол шықпауы да мүмкін. Жалпы ғылымда істейтін адамдардың ерекшелігін айтайын, халық түсіне бермейтін. Тек қана оң нәтиже алу дұрыс емес. Ондай бола бермейді. 99% теріс нәтиже болады. Мінекей осындай болуы керек. Сондықтан қазақ айтады. Ғылым деген инемен құдық қазған деп қазақ айтады. Себебі осы. Бұны фанаттар бұрында да болған, қазір де болады, келесі де болады ғой деймін. Бірақ мен бұларды айтатыным, жақсы ма, жаман ба, мен баға бере алмаймын. Бірақ бұндай адамдардың өмірі, бұндай адамның тірлігі маған үлкен құрмет сезімін туғызады. Мен үлкен құрметпен қараймын бұны. Өкінішке орай ешкім түсінбейді. Өзінің елде түсінбеуі мүмкін. Бірақ оның ешқандай зияны жоқ басқа ешкімге. Ол тек қана ғылыммен шұғылданады. Ал енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз аға, академия туралы. Кезіндегі мықты академиктер туралы айттыңыз. Бірақ қазіргі заманға келсек, бізде білесіз, 9 ай бұрын біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Ұлттық ғылым академиясына жаңа статус беріп, Қазақстан Республика президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясы статус беріп, президентін тағайындап, сіздерді тағайындап, сіздерге белгілі бір тапсырма берілді. Сол бойынша айтып кетсеңіз. Бұл академия тарихына дайын. 46 жылы Қаныш Имантұлы Сәтбаев Сталинге барып, ғылыми академияны ашу жөнінде ұсыныс айтады. Сол ұсыныс құралады. Сол кезде қиыншылығы былай болады. Енді ол кезде Қазақстан Совет одағының бір бөлігі ғой. Сол кездегі заңдар бойынша академик болу үшін кем дегенде 3 академик болу керек сайлау үшін. Соны Қазақстанға келген, Ресейден келген, Украинадан келген көп қой, мықтылар көп келді ғой сол кезде. Соларды үгіттеп, Қаныш Имантұлы Сәтбаев сендер Қазақстанның академик болыңдар деп үгіттеп, азаматтығын бергіздіріп, ана оқып, сөйтіп академиктерін сайлайды. Алғашқы академиктер 14 академик, 16 членкор деген болады. Ал соның бастауында жаңағы 3 академик тұрады, содан басталады. Ал бұл академия 50 жыл өмір сүрді. Қазақстанның дамуына орасан зор үлес қосты. Ғылымы, білімі, өнеркәсібі, жалпы елдің беделі бір осы академияның арқасында жасалды. Қазір Қазақстан академиясына орасан зор бюджетіне ақша түсіріп атқан, салық түсіріп атқан не сала десеңіз, мұнай, уран, алтын, газ бәрі советтік дәуірдегі ғалымдардың ашқан жаңалықтары. Тәуелсіз Қазақстанның кезінде ашқан жаңалықтар әзірше мен білмеймін. Ол болуы да мүмкін, мен білмеймін. Андай орасан зор пайда келіп жатқанын мен білмеймін. Осы күнгі мына электр станциялардың бәрі сол кезде салынған. Оның сұрағы өтіп кеткен әлі. Бірақ әлі жұмыс істеп тұр. Біз кейде Совет одағы деп қылышынан қан тамған Совет одағы деп жамандаймыз. Ол сондай себеп бар ма? Қылышынан қан тамған дейтін. Себеп жоқ. Өкінішке орай оны көп айтатындар, әсіресе сол кезде Совет одағынан нағыз пайдасын көрген, соны нанын жеген, су ішкен адамдар айтады. Жазушылар, философтар, тарихшылар қылышынан қан тамған деп. Совет одағы кезінде талай жаманшылықтар болған, ол рас. 30 жылы аштық болған, конфиске болған. Бірақ сонымен қатар жақсылық аз болған жоқ. Мысалы біздің кезімізде
ондай ештеңе болған жоқ. Біз бақытты балашақ өмір сүрдік. Рас біздің кезімізде телевизор болған жоқ, интернет болған жоқ, тіпті шамның өзі де болған жоқ. Бірінші класста керосин шаммен жазатынбыз. Бірақ соған қарамастан біз өзімізді аса үлкен бақытты сезіндік. Мен әлі солай деп ойлаймын. Түнде сағат 8-де ұйықтайсың, телевизор көрмейсің, интернет көрмейсің, басың ауырмайды, атаңның әңгімесін естисің, әжеңнің әңгімесін естисің. Одан асқан қандай бақыт бар? Бүгін балдар бақытты ма? Атасы мен әжесін танымаған? TikTok көрген бақытты ма? Мен одан бақыт көріп тұрғам жоқ. Сондықтан адам кішкене реализм тұрғысынан қарау керек. Совет одағы кезінде идеология бірінші орында отырған. Кім деген коммунистік идеологияны жақтаса, сол жақсы. Капиталистін жақтаса, ол жаман. Біз өзіміз оқымыз университетте. Математикамен қоса 5 жыл бойы КПСС тарихын, философиясын, диалектический материализмді бәрін оқып шыққанбыз. Соның бәрі мен есімде бар. Карл Маркс ол адам, Ленин ол адам. Алайда оның кейбіреулері қате болды, қазір көрініп тұр ғой. Енді мен осы кезде осылардың осы сөзіне онша түсініңкіремеймін. Мысалы, советтік дәуір кезінде бір кітап жазсаңыз, сіз гонорар аласыз. Бұл гонорармен 2 жыл, 3 жыл беймарал тұра аласыз. Сіз әрбір қатар жазсаңыз, оған гонорар төлейді. Мысалы, бір өлең жазсаңыз, бір куплет, соның бір қатарына мәселенке 1 рубль төлейді. Сен жайқын болсаң. Лауреат болсаң, 2 рубль төлейді. Мысалы, Олжас Сүлейменовке 3 рубль төлеуі мүмкін. Ал егер оны былай жазсаң, мысалы, гуси га-га-га деп жазсала, оны бір сөйлеммен жазсаң, 1 рубль аласың. Ал егер гуси, екінші Маяковский сияқты гуси деп жазсаң, үшінші га деп жазсаң, 5 рубль аласың. Білдің ме? Мінекей оның есебі көп. Соның бәрін өкімет төлеген. Олардың тиражда жұмысы көп болған, олардың кітаптың гонорары көп болған. Олар келе қалса, олармен ұйымдастырады, кездесуді ұйымдастырады. Олар дәріптейді бәрі де. Бүгін олардың бәрі далда қалды. Неге? Өйткені жалаң идеологияның ішіме керегі жоқ екен. Жалаң сөздің ішіме керегі жоқ екен. Артына күлшесі болмаса. Қазір екі ел соғысса не үшін соғысады? Сен коммунизмді қолдайсың ба, капитализмді қолдайсың ба, ешкімнің шаруасы жоқ. Дэн Сяопиннің сөзі бар. Мысық қарамақ па бәрібір дейді. Тышқан олса болды дейді. Қазір соғыс, ресурс үшін соғыс. Қазір талас, ресурс үшін талас, ресурс, пайдалы қазба. Және технология үшін. Мысалы, сіздің мына компьютеріңіз бар, соны чип деген бар. Чип неден жасалады? Кремнийден жасалады. Кремний деген не? Кәдімгі құм. Ол крем деген бізде толып жатыр. Құм деген толып бар Қазақстанда. Сонда не проблема бар бізде? Неге біз жасай алмаймыз? Себебі бізде технология жоқ. Сіз кремнийден чип жасау үшін оны өңдеуіңіз керек. Құмның ішінде талай қоспалар бар. Оттегі де бар, мыста бар, көмір бәрі бар. Оны тазалық оңай шаруа емес. Оның технологиясы өте қиын. Дүниеде оны білетін бір-екі ел бар. Ол Қытай негізгі ел. Өйткені біріншіден Қытайда пайдалы қазбалар бар. Сирек металдар. Кремнийдің бәрінің де. Өйткені кезге құм бола бермейді екен оған. Тайванда құмды жоқ екен, Тайванда мысалы. Бірақ оның 3 завод бар. Сибір жасайтын. Білдіңіз бе? Соны бүкіл әлемдегі чиптердің бәрі сол Тайванда шығады. Кішкентай ғана арал. Неге оны қазақ жасай алмайды? Тайванға ол қаяқтан келген? Мінекей осы арада екінші әңгіме шығады. Мысалы, ғылым деген не? Оған демократия керек па? Оған диктатура керек па? Білгісі диктатура керек дейді. Біреулер демократия керек дейді. Жалпы ғылымға келгенде демократия, диктатура деген сөз бір шартты нәрсе. Ғылымды единшылар жасайды. Единшылар. Атом бомбасын кім жасаған? Совет одағында. 2 адам. Курчатов, физик. Және екіншісі Берия. Яғни осыны әрі программа жасау үшін өкімет орасан зор финанстық қаржы бөледі. Өйді осы болмайды. Мәселен кейсі атом бомба жасаймыз десеңіз, оның құрылғылары бар, атомның өзі бір қаржы орасан қаражатқа жетеді. Соның физикасын Курчатов біледі. Ол айтады. Мен жасау үшін мына жерге маған мынаның схемасы керек дейді. Мен схемасын бірақ білмеймін дейді. Берияға.
Жаса дейді Берия. Жасамасаң қырымда жемдарға сам дейді. Жасай алмаймын дейді. Өйткені бас жетпейді оған дейді. Ғылым дейтін бөлек нәрсе. Сен ғылымға сен ақша берсең істей береді деген бос нәрсе. Сен ғылымға приказ берсең бос нәрсе. 2 қабат әйелге приказ беруге болады. 9 ай толғату керек жоқ. Сен 6 айда ту деп. Одан не шығады? Түк шықпайды одан. Өйткені ол табиғатқа қарсы. Сол сияқты адамға сен бастықтар біздің Қазақстанда чиновниктер мысалы. Жалпы дүниеде ең оңбаған ел чиновниктер ғылым басқаратын ел. Чиновниктер ғылым басқара алмайды. Ғылымды құртам десең, чиновник қой бер басқаруды. Құртады. Мінекей біздің академиямыз көріп отырмыз осыны. Ғылымды бас ететін адам басқара алады. Ғылымды білетін адам ғана басқара алады. Бірақ жалғыз өзі басқара алмайды. Ұйқастық болу керек. Сонда Берияның рөлі мынау. Берия кейін түсінеді. Сен схемаңа тауып беремін дейді. Сөйтті Америка шпиондарын жібереді. Америка шпионды ұрлап алып береді жаңағы схемасын. Анау сол қарайды да ғалымдар, мен осы деген дұрыс екен ғой дейді. Әрине Курчатов оны бомбаны шығарар еді 10 жылда мысалы, 20 жылда мысалы. Бірақ ол кезде тез шығару керек болған. 1 жылда шығару керек. Сондықтан егер ананың технологиясын біліп алсаң, ең болмаса схемасын жасап біліп алсаң, пропорциясын біліп алсаң, қалған бір өзін-өзі келеді. Мінекей осы кезде жаңағы Берияның осы бесапасын басқарып содан деген көмегі орасан зор болады. Сондықтан мен 2 адамды айтамын. Атом бомба жасаған 2 адам, Курчатов пен Берия. Берия дегенде қазір бізде өңкей бір жаңағы репрессиямен жамандар жағымен айтады. Ол рас сондай болған. Бірақ атом бомба жасаған еңбек одан зор. Егер Берия болмаса оны бомбаны жасай алмас еді. Сен босқа адамдардың 100 академик жинап қойшы мысалы. Қал жасай дейші, жасай алмайды олар. Өйткені бұнда ғылым дейтін нәрсе бар. Оған шабыт дейтін нәрсе керек. Оған эксперимент дейтін нәрсе керек. Оған ғылым дейтін нәрсе керек өзі. Оны тек қана бас сайтандарға сыйлады, білетін адамдар. Мінекей Абайдың айтатыны осы. Единицалар дейді. Не қылады өңкей нөл, единицалар болмаса дейді. Түсініңіз ме? Мінекей осы мәселе өкінішке қарай Қазақстанда түсіну жоқ. Біз академияны құрдық. Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма дейді. Мен осы ойлаушы едім, мыңмен жалғыз деген не ол? Ұйқасшысына айтылған сөз бе деп. Қазір кейде өзімді осының Абайдың сөзінің растығын ұғып жүрмін. Бірақ мен қайтпаймын. Мені жұмыстан қуып жүрмесе, осы 1-2 жылда академияның орнына келтірем. Академияда Тоқаевтың мен 2 ұнайтын сөзі бар. Бірінші әділет деген сөз, екінші мәңгілік президент жоқ деген сөз. Яғни әділет болу керек академияда. Яғни нағыз ғылым істейтін, және ғылымды ұйымдастыра алатын, және ғылымдан өндірісті енгізе алатын, технология жасай алатын. Мінекей осындай біз мүмкіндіктерді жасауымыз керек. Шарт түрде айтсақ, ғылымның 2 түрі бар. Біреу теориялық ғылым, біреу практикалық ғылым. Теориялық ғылым дегенің, сен мақала жазасың да сонымен өмір сүре бересің. Монография жасасың, өмір сүре бересің. Монография саған керек, аспирант керек, басқа ешкімге керегі жоқ. Одан өкіметке ештеңе түспейді. Мысалы, математика институты өкіметтен ақша алады. Және өкіметке қайтарады. Теорема беріп. Теоремадан ақша жоқ ондай. Егер теорема ақша төлейтін болса, дүниедегі ең бай адамдар математиктер болар еді. Дүниедегі ең миллиардер Пифагор болар еді. Өйткені Пифагор теоремасын пайдаланбайтын жер жоқ. Бірақ солай қалыптасып қалған. Теорема ақша төлемейді. Ол өкіметте ақшасымен өмір сүреді. Алайда біз 100% ғылымның барлығы да осыны болады деген дұрыс емес. Қазір мысалы грант алады, отчет алады, соның 99% мақаламен есептеледі. 99% отчетпен есептеледі. Осы полкта тұрады, шаңға батып, шын керегі жоқ, ешкім қарамайды. Бұл дұрыс емес. Ең болмағанда 50% мақала болса, мақала керек. Онда ештеме жоқ, теорема керек, онда жоқ. Бірақ ғылымның басқа түрлері бар. Мысалы металлургия, мысалы химия, толып жатыр. Олардан пайда түсу керек өкіметке де. Тек жайдан ашып қойып шикізаттерін сату дұрыс емес. Сіз көмір жай сатпауыңыз керек, уранды жай сатпауыңыз керек. Оған қосына салық ендіретіндей технология қосып жаңа товар жасауыңыз керек. Мінекей академияның міндеті осындай болады. Біз осыны жасаймыз. Мен жасай алмасам да, соны басын бастап кетемін.
аманшылық болса келесі жылдан бастап біз парламентке ұсынысымызды енгіземіз, оны түземіз, оның астында басқасында мен жүремін. Бүкіл ғылымды тастаймын. Басқа амал жоқ. Ол менің жақсы көргендігім емес. Мен шынымды айтсам, ертең кетіп қалар едім. Бірақ ғылымның жағдайы мені қатты жаныма батады. Біз өтірік айтуға үйрендік. Біз коррупцияға үйрендік. Осы 30 жылдың ішінде ең үлкен біздің жаңағы жетістігім не десеңіз, коррупция қанға сіңіп қалды. Әсіресе үлкен қауымның бойында. Бұл дұрыс емес. Оны жойымыз керек. Онсыз болмайды. Мінекей, осы президент Тоқаевтың айтқан үмітін, тапсырмасын мен орындаймын. Қуып жібермес әрине. Жақсы аға, рахмет. Көп рахмет. Шынымен де қазіргі таңда осы Қазақстан Республикасы президент жанындағы ұлттық ғылым академиясына жаңа статус берілгеннен кейін ғалымдар мен жас ғалымдар арасында үлкен бір сенім пайда болды. Өзіңіз білесіз, өзіңіз өткенде осы президентімізге кірген кезде ғалымдарға үй мәселесін айттыңыз. Қазіргі таңда сол үй мәселесі шешілді. Өйткені менің тізімде жоқ. Менің идеям басқаша. Сен қай министрлікке қарайсың, сен қай холдингке қарайсың, бәрібір. Ғалым бір, жастар бір. Бәріне үй салыну керек. Бірдей. Сен мысалы геология институтына қарайсың ба, ол Сәтбаев институтына қарайды. Ал министрлікке қарамайды. Министрлікке басқа мекемелер қарайды. Олар ғана беріп отыр ғой. Көрдіңіз ба? Айырмашылықты көрдіңіз ба? Ол ғалымдар алалап отыр. Ол болмайды. Ғалымның бәрі бірдей. Баяғыда қоғамдық ұйым болған кезде ғалымдар алалаған. Бірінші сорт академик, екінші сорт академик деген болған. Бірінші сорт академиктер ақша алып тұрған. Айына $500 мысалы. Көрдіңіз ба? Не үшін алады солар мысалы? Түк істемеу үшін алып отыр. Ондай болмау керек. Бәріне бірдей болу керек. Ғалым дейтін бір нәрсе. Оны біреу ана министрлікке қарауы мүмкін, мына жекеменшік болуы мүмкін, ана холдингке қарауы мүмкін. Оған қарамау керек. Егер шын мәнінде жас баланың мысалы жатақханасы болмаса, үйі болмаса, оның бәріне бірдей берілу керек. Түсіндіңіз бе? Түсінікті. Жақсы аға, Асқар аға, шынымен де сұхбатымыз жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Біздің көрнекті алаш тұлғасы Жүсіпбек Аймауытов айтып кеткендей, ғылым білімге қонады, ғылымсыз білім тым құрғақ деген. Шынымен де қазіргі таңда біз үлкен нәтиже күтеміз. Ғылым арқылы мемлекетімізді дамыта аламыз, дамыған мемлекеттердің қатарына кіреміз деген сендеміз. Құрметті көрермендер, сіздерден Асқар ағамыз қойған сұрақтарға барлығына комментарий ретінде жауап жазып кетіңіздер. Біздің ұлттық ғылым академиясынан сіздерге сыйлық беріледі, міндетті түрде. Сау саламатта болыңыздар. Рахмет.